Құрметті Жаңаөзен әкімі және мынау біздерді қудалау басталды. Мен арманым жоқ, егер де осыдан бірдеңе болып өліп кететін болсам. Жолма. Міне құрметті қала халқы, мен жаңа обедке дейін жаңағы 9-дан 5 кеткенде мені кешегі біздердің халыққа жанымыз ашып дәрі-дәрмек істегеніміз үшін бізді есіктің алдынан органның адамдары алып кетті, бірнеше адам қылып. Жаңа 3-4 сағат ұстап, жаңа 12:45-те үйге келдік. Сол бойда сол 12:45-те шығарып үйге жеткен болатынбыз. Содан адамдар аңдып отыр. Мен қапысын тауып тағы шығып кетіп, үйдің қасындағы мынау Атамұра деген аптекаға келіп тұрған жайым бар. Міне Атамұра деген аптека. Бұның ішінде кешегі іздеп жүрген, мен кеше қақсап жарғақ құлағым жастыққа тимей жүрген дәрілердің бәрі атын атап не қылам, қайталап. Күнді өзі ыстық, өзім шаршап тұрмын тіпті. Сол бұл дәрінің бәрі әлі келмеген екен, келетін келмейтін белгісі деп жатыр. Мен сіздерге құрметті қала халқы және тұрғындар, бүткіл Қазақстан халқы, мен сізге айтайын дегенім. Біздерді бұнандай торғайдай шырылдатып, біз қала халқы үшін қала халқының, бүткіл Қазақстан халқының, қазақтың қырылғанын қаламаймыз. Бізге шықпайсыңыз деген шектеуді ешкім қоя алмайды. Міне қыздар, жігіттер, жастар, үлкендер, кішілер, бауырлар біздерді жауып жатыр, штрафтап жатыр. Оған ештеңіміз кетпейді. Алла қолдайды. Міне біз шындық үшін бізді жаба беруде мүмкін емес. Қала халқын белсенділерін апарып жауып тастайды, қайта шығарады, тексеріп алады. Одан қорықпаңдар, Алладан ғана қорқайық. Халық қырылып жатыр, сол үшін біздер атсалысып қызмет жасауымыз керек. Біз ештеңеден қорықпауымыз керек. Қала халқы енді өздеріңіз ортаға бізге патерік жасап шыға алмасаңдар, тек қана бізді алып баратқан жағдайда, біздерге қоқан-лоққы көрсетіп бізді қудалауға ұшыраған заманда, сіздер жанайқайыңызбен ештеңеден қорықпай, бізді қолдап, бізді қорғап, Алладан кейінгі сіздер соңымыздан ерген халқымыз, сіздерге біз аманатпыз. Сіздер бізді қорғай жүрсеңіз, Алланың нұры жауып, халқым бір жетістікке жетеді деген ойдамын. Құрметті қала тұрғандары, ештеңеден қорықпаңдар. Біз сіздер үшін ант береміз. Қала халық үшін басымыз жерге жеткенше, атам қазақ тізесін бүкпеген, басын емеген жерге мен басымды иіп, тіземді бүкпеймін. Айтқан сөзім атылған оқ, кеше қайталағаным бәрі шындық. Осы жан жақтан келген көмектің бәрін Тәжікстанға жіберем дегені менің жаныма аяздай батып, өзім ішім күйіп тұр, адамдарым, жақсыларым жоғалтып алып отырмын. Осы коронавирус деген бұл бір ақпаратпенен коронавирус, пневмония деп бар адам қырылып жатыр. Мен бұған қарсымын, бәрін қолдан жасаған деп ойлаймын, бұл өз пікірімін. Ал мен халықты дүрліктіріп, ал жиналыңдар демеймін, тек қана маған емес, біздің белсенділер сіздер үшін қызмет жасап жүрген жер-жердегі бір-бірімізді қолдайық, қорғайық, аман жүрейік, Қазақстан мәңгі жасасын, қазақ халқы қырылмасын деген тілекпенен мен сіздер үшін өле-өлгенше қызмет етемін. Менің айтайын дегенім сол, бұлай қудаламаңдар деп тек қана сізден өтініш, қазақ қала халқы тағы да сізден сұрайтыным, тек бізді қолдап, бізді алып баратқанда құлағдар болып, біздің артымыздан іздейтін сіздер. Сөзім осы, мен ештеңеден қорықпаймын, айтқан сөзім кетті. Мен шыға берем. Қалмай жүр артымнан. Таңертеңнен кешке дейін. Міне артымнан, мен аптекаға кіріп шыққанмын жаңағы. Тағы қалмай менің артымда жүр. Мен түсінбедім бұларға, менен оларға не керек. Мен ұрлық жасаған жоқпын. Өтірік емес, шындық қана айтып жүрмін. Сол. Міне артында сүмеңдеп тағы еріп келатыр. Міне келатыр. Ақ көйлекпен төне. Артымнан келатыр тағы да. Мен шындық қала халқы үшін өлем. Қала халқы қырылып жатыр, мен сол үшін қызмет жасайым, тексерем бар жерді. Ұялмайсың ба деп ұршып жібер, ұялмайсың ба деп. Ұялмайсыңыз ба деп ұршып жібер анадыған.